алдында зумда қанша кісі отыр? Көрініп тұрушы еді ылғи да, қазір көрінбейтін болып қалыпты. Так, ал бастаймыз. Ой, саламатсыздар. Назигүл ханым, сіздің слайдты шығара қояйын, сіздің слайдты. Так, паникалық шабуыл. Так, поделиться, паникалық шабуыл. Вот, болды. Бастай беріңіз, бәріңізге көрініп тұр ғой, да? Иә. Екіншісін қой саласыз, мен сізге екінші, үшінші деп басымды қатырып. Так, аштым. Қайырлы кеш қанымдар. Барлықтарыңызды көргенге өте қуаныштымын. Енді бүгінгі кештен алатын әр адамның өзіндік бір кішкентай түйіні болады деп ойлаймын. Біз сіздер үшін кішкентай болса да сіздердің өмірлеріңізге біздің бір пайдамыз тисін екен деп Тамара ханым екеуміз жұмыс жасап жатырмыз. Барлықтарыңызға көп рахмет. Менімен бірге жұмыс жасап жүрген Тамара ханымға да рахмет. Көп нәрсені группаны жүргізіп отырған бәрі Тамара ханым. Сіз үшін сізге көп рахмет, Тамара ханым. Енді бүгін біз бұны алдында да айтып кеттік, Ана ханымның наставничествосынан кейін бастап кеткенбіз. Өзіміз содан енді қарап жатсақ көп өзгеріс бар. Анада зумда шамаларыңыз келгенше тегін сабақ болса қатыса беріңіздер. Өздеріңізге сенімділіктеріңіз үлкен еді. Ана жолы мен Инстаграмға прямой эфирға шығып сөйлегеннен бұрын кішкентай андай ұялып жүретін ба, қысылатынмын. Осы жолы қарасам шығып өзімді өзім еркін ұстап отырдым. Бұл зумда жұмыс істегеннің, сабақ жүргізгеннің арқасы. Сондықтан беттеріңізді ашып, мына жерде ұялатын ешкім жоқ, бір-бірімізді бұл жерде бізде не болса да құпия осы жерде қалады. Және де бұл жерде сіздерді ешкім сөкпейді, ешкім міндемейді. Қалай бар, солай қабылдаймыз. Және де бұл жерде дұрыс, бұрыс деген жоқ. Не айтасыздар, соның бәрін қабылдаймыз. Енді біз бүгін Тамара ханым екеуміз екі түрлі қызықты тақырыпты алдық. Менің өзімнің жаныма жақын, өзімнің клиенттермен жұмыс жасайтын паникалық шабуылды алдым. Неге десеңіздер, бұндай осындай сұрақпен келетін клиенттерім өте көп. Және де бұны қабылдай алмай қорқып, врачтан больницадан больницаға барып, содан кейін үйінен шыға алмай жүрген, және де көптің ортасына барудан қорқатын, самолетпен жүруден қорқатын, пойызбен жүруден қорқатын адамдар өте көп. Бұл ковид кезінде бір сондай қиын, кішкентай тревожный бір өмір болды ғой. Сол кезде адамдарда көбейіп кетті. Көмек бере аламын, жұмыс жасаймын. Сондықтан осы теманы алдым. Енді паникалық шабуыл бұл ауру емес, бұны көбі қатты қорқады. Паникалық шабуылда жүрген адам бұны бір қауіп бар, дұрыс нәрсе емес. Барлығының келген клиенттердің айтатын сөзі бірдей, бүйтіп айтады. Жындан кетем бе деп қорқтым, өліп кетем бе деп қорқтым, ауа жетпей қалама деп қорқтым, өзімді өзім ұстай алмай қалам ба деп қорқтым, топтың алдында бір ұятқа қалып қалам ба деп қорқтым дейді. Бұл сондай түсінбеген кезде, бұның не нәрсе екенін білмеген кезде көп больницаға барады, давление дейді, және де анандай мысал үшін көбі жүрек ауру екен деп қалады. Содан кейін бұл жерде ипохондра дейді, ауырып қалам деген, бір жаман ауруға шалдығып қалдым ба деген қорқыныш тоже болады. Сонымен адам жылдар бойы бұны түсінбесе, больницадан больницаға барып, қанша ақшасын дәрі-дәрмекке шашып, мешок дәрі ішіп жүре береді.
Және бұл жерде айтып кететін, бұл ең бірінші адам білу керек. Егерде осындай ішімізде осындай адамдар отырған болса, бұл ешкім есінен танбайды, ешкім жынданбайды, ешкімнің жүрегі тоқтамайды. Бұл адамның жүйкенің артық андай қысым, көп нәрсені өзіне алып, өзін ғана деп жүрген адамдардың уже жүректің, жүйкенің шаршағандығы. Қорқыныш, біз оны қорқыныш, егер де адамның бойында 1-ден 10-ға дейін алатын болсақ, например, 1-ден 5-ке дейін болса, бұл норма, Егер де 7-ге дейін кетіп қалса, бұл осындай панический атака болуы мүмкін, Бұны, мысал үшін, егер де қорқыныш болмаса, бұл біздің қорғаныш механизміміз, Егер де қорқыныш болмаса адамның бойында, адам не істер еді? Суға түсіп кетер еді, отқа түсіп кетер еді, биіктен түсінбей құлап кететін, биіктен құлап кетуі мүмкін, Сондықтан ол бізді қорғап тұрған біздің қорғаныш механизміміз, Ал Тамара ханым, келесін қоясы ба? Бұл кішкентай өсіп кеткеннен кейін осындай жағдай болуы мүмкін. Бұны қорқып қашқан сайын, ол адам қарсыласқан сайын бұл көбейе беруі мүмкін, Сондықтан қабылдау керек. Жаңа бұл қалай сезінеді деді, паникалық шабуыл бәрі, мен өліп бара жатқандай боламын, жүрек кететіндей болды деп бақылауды жоғалтамын, жаңа айтып кеттім, бірақ та бұл сөздер қаншалықты қорқынышты болса да, бұл жерде ешқандай қауіп жоқ, бұл болмайды. Егер де адамдарда, қарашы, 10 адам отырса, бұндай жағдай бұның 5-еуінде болуы мүмкін. Біз өзіміз бұрын бұнымен кездеспегеннен кейін, бұның не екенін білмегеннен кейін, бірінші рет басымызда болып тұрғаннан кейін, менде ғана осындай бар екен деп ойлаймыз. Бұл адамдарда кездеседі. Тамара ханым, келесін қоясыз ба? Енді жаңа айтып кеттім, дене болады, Бұл бір ой келді, мен өліп қалам ба деген, не болмаса бір басқадай сезім болып кетті, қорқыныш, сезім болып кетті. Или бір кішкентай болып, кейде тіпті бітек, қолына ине тығыласа да шош кетеді. Сонда мида қаш деген, или күрес деген айтамыз ғой, қатты қорқан кезде реакциялар болады деп. Осындай реакция режим қосылады, содан кейін адамның денесінде, мысал үшін, осындай жағдайлар болады. Беті қызарып кетеді, жүрегі қатты соғып кетеді, ауа жетпей тұрғандай болады, құлап қалатындай болады, дірілдеп кетеді. Сондай реакциялар болады. Тамара ханым, көтересіз ба? Енді жаңа айттым тағда, бұл жерде ең маңызды, бұл паникалық шабуыл қауіпті ме? Жауабы жоқ. Одан ешкім өлмеді, ешкімнің жүрегі тоқтамайды, адам жынданып кетпейді, өзін бақылауын жоғалтпайды. Бұл әдетте 5 минуттан, көбіне 20 минут деген өте көп, бір 10-15 минутқа дейін ары кетсе, әйтпесе 5-10 минут болатын нәрсе. Просто сол кезде адамның бұл адамның состояние сонда бір напряженный болып тұрады, бұл ұзаққа созылған сияқты болады. Тамара ханым, келесін қоясыз ба? Енді бұл неге көбіне әйелдерде болады? Ер адамдар, мысал үшін, жолдасыңыз болса, сіз осындай жағдайда жүрсеңіз, айтсаңыз, ол түсінбейді сізді. Ол айтады сізге, сен өзің бәрін ойдан шығарып тұрсың, өтірік істеп тұрсың, деп, наоборот, ол ұрсам орнына келеді, өзін өзі қайтадан она придумала дейді. Неге дейсіз, бұл неге көбіне әйелдерде болады, ер адамдарда өте аз кездеседі, бұл әйел адамдар бәріне шыдап жүре береді, Содан кейін эмоция мен сезімнің не екенін білмейді, шығара алмайды, ішінде қалып қояды, ол ішіне жұтады, Содан кейін біз көбіне бәрін бақылау керек сияқты, үйді де, жолдасымызды да, баладарды да, жұмысты да бәрін
прямо бақылап түгелін ешқайда жібермеуіміз керек сияқты болады. Сөйтіп жүріп біз шаршаймыз, иә. И бірақ та тоқтай алмаймыз. Сол шаршап жүрсек те біз сүйретіліп жүре береміз ғой. Жанымызды ұмытып кетеміз, иә. Бұл жан мен тәннің шаршауы. Бұл әлсіздік емес, иә. Бұл ұзақ уақытта өзіңді ұмытып кетудің салдары. Сізге мысалы үшін денеңіз, жаныңыз айтып жатыр: жаным, сен мені ұмытып кеттің, маған қарашы, маған оралшы деп айтып жатыр. Осындай кезде, осындай сезім болған кезде, осы паникалық атака болуы мүмкін. Келесі. Енді жаңада айтып кеттім, бұл адамның тым ұзақ мықты болғанның әсері, иә. Дене, бұл психосоматикасы, жаңа айттым, қызарып кетеді, ауа жетпей қалған сияқты, аяғы дірілдеп кетеді деп, сонда бұл маған денеңіз назар аудар деп жатыр. Ал егер де мысалы үшін бірдеңке болып қалатын сияқты болса, артыңызда біреу жүгіріп қуып келе жатқан сияқты болса, бір орында отыра алмайтын болсаңыз, бұл сіздің жаныңыздың жаным-ау, маған қарашы деп жатқаны. Келесі. Енді егер де осы жерде қазір мен айтып жатқанда осындай сезімдер көтеріліп кеткен, кішкентай өзін сондай бір тревожность болып жүрген, бір қорқынышы кішкентай бір шамадан тыс көйіп кеткен кісілер болса, бір кішкентай практика жасайық. Аяғыңызды жерге тірейсіз, содан кейін қолыңызды бүйтіп кеудемізге қоясыз да, барлықтарын істеуге болады, бұның артық ештеңе жоқ. Өзіңізді мамаңыздың құшақтаған сияқты, кішкентай баланы құшақтаймыз ғой, сол сияқты құшақтайсыз да, ақырын өзіңізді ырғап, көзіңізді жұмып, бұл егерде бұл менің қорқынышым, кәне, бұл қауіпті емес, бұл қазір басылады деп бір деміңізді осылай аласыз, міне деп ішіңізге тартасыз, одан кейін деп шығарасыз. Деп шығарасыз, бар назарыңызды деміңізге қарай аударасыз. Сонда бұл сізге, денеңізге тыныштық береді. Бойыңызда анандай расслабление болады, өзіңіз босатасыз. Бұл жерде дене қалай болады? Дене бүйтіп қорққаннан құрсып қалады. Сондықтан сіз оны босатуыңыз керек. Келесі. Енді тағы да, мысалы үшін, мен қайта айтып жатқаным, кейде сондай тревожный болған кезде қорқып отырады да, адам түсінбей жатады. Ұқпай жатады, қабылдамай жатады. Сондықтан бұл жерде қарсыласпай, менде паникалық атака екен ғой, мен қорқып жүр екем ғой деп қабылдап, шын, бірақ та бұл өткінші нәрсе деп қабылдайсыз. Содан кейін сол кезде сіздің қалай қабылдайсыз, сол кезде миыңызда уже өзгеріс басталады. Уже сіз түсінесіз, деп түсінген кезде, мен ұқпай жүрсем, қайта больницаға барып жүрсем, қорқып жүрсем, менің қорқып жүргенім осы екен ғой. Жаңа себебін түсіндіңіз, қабылдаған кезде миыңызда осылай босатасыз миыңыздан. Сіз босатқан кезде оның, мысалы үшін, 1-ден 10-ға дейін деген шкала бойынша 7-де тұрса, ол уже 6-ға келеді. Дұрыстала бастайды. Бұны осылай ақырын дұрыстап орнына өзіңіздің қорқынышыңызды келтіруге болады, өзіңіздің бұрынғы жағдайыңызға. Енді бұның қауіпсіз екеніне түсіндік. Бұнда жаңа айтып кеттік, ішке жиналған эмоциялар, сезімдер деп, енді оны шығару керек,
бұл жерде сіздің өзіңіздің жалғыз емес екеніңізді түсінуіңіз керек, иә. Бірақ та енді жалғыз емес болсаңыз да біраз алып жүру қиынырақ болуы мүмкін, иә. Енді сонда өзіңізбен жеке жұмыс істеуге болады, эмоция сезімдеріңізді түсініп, оны шығарып қабылдауыңызға болады, иә. Бұл үшін Тамара ханым екеуміздің жазып қойған терапиямыз бар, соған келулеріңізге болады. Онлайн жұмыс істеуге болады, жеке кеңеске келуге болады. Осылай өздеріңізден шығарып салуға болады. Және де бұл сіздің жалғыз емес екеніңізді бұдан әр адам шыға алатынын түсінуге болады, иә. Қабылдасаңыз шығасыз деген сөз ғой. Сол бүгінгі мен қысқа да нұсқа айтып кетейін дедім. Енді Тамара ханым. Рахмет, Назигүл ханым. Енді ханымдар, мырзалар, мына Назигүл ханым айтып болды, мен айтып болайын, содан кейін барып экранды қосып, әркім өзінде болса, паникалық шабуылдан қалай шықты, жалпы өзінің ішкі состояниесі қандай, даже қазір мына айтып жатқан кезде денемізде не болып жатыр, солармен бөлісуге болады. Айтып жатқан кезде рахмет. Әзірше демімізді алып сыртқа шығарайық, екінші темаға кеттік. Екінші темаға. Так, мынаны мен тоқтап тастаймын қазір. Екінші темаға кеттік. Жаңа сіздің айтқан жаттығуыңыз негізі өте жақсы екен. Мына кеудемізді қойып, көзімізді жұмып, аяғымызды жерге қойып, тынысымызды алып деп жіберген кезде өз-өзіңе келетін сияқтысың, өз-өзіңе. Іштегі қорқынышты басатын сияқтысың. Так. Ой. Ханымдар, мырзалар, мына бір өзекті тема бар қазіргі уақытта, бұл медиа кеңістік және психоанализ. Енді бәріміз мойындайық, шындығында көпшілігіміз біз телефонға тәуелдіміз. Таңертең тұрдық, телефонды аштық, болмаса кешке жатарда телефонмен ұйықтаймыз құшақтап та. Сондай бір қазіргі заманда дерт бар. Бұл дерт деп айтуға болады, қоғамның дерті деп. Соны өзімше талдап, зерттеп, соңында бір тұжырымды жасап көрдім. Соны сізбен бөліскім келіп тұр. Ең әуелі медиа дегенімізді түсініп алайық. Медиа, біз білеміз, бұл мына сырттан келетін жаңағы адамдарға берілетін ақпарат. Ақпараттық құралдар арқылы келетін, кеңістіктен келетін ақпараттар. Енді кеңістік деген бар. Медиа, кеңістік. Вот кеңістік әлем. Екеуін бір-біріне мағынасы жақын ғой, екеуінің. Әлем деген бұл шексіз, ал кеңістіктің бір шекарасы бар сияқты. Кеңістік. Өйткені медиа кеңістік, оның өзінің аттары бар да. Мынау не деген сияқты, жаңағы Инстаграм, Фейсбук деген сияқты оның атауы бар. Әлем ол шексіз. Бірақ дегенмен де екеуі бір-біріне келеді, мағыналас сөздер. Енді қазіргі заманда бізде мынадай түсініктер пайда болды. Виртуалды әлем, кванттық әлем, ақпараттар әлемі, ішкі әлем. Осылай етіп, прям жік-жікке бөліп қазір көп естиміз осыны да. Енді виртуалды әлем бұл өте бізге пайдалы, өйткені қазір мына бәріміз отырмыз ғой, виртуалды әлемде отырмыз. Қазір виртуалды кеңістікте отырмыз. Ол Zoom платформасы, ол Telegram, ол WhatsApp. Бұның бір жақсысы, әлемнің түкпір-түкпірінде отырып, бір-бірімізді көреміз, әңгімелесеміз, бірдеңе талдаймыз, жаңа кино талдаймыз деген сияқты. Кәдімгі бұл бас қосу біздің. Сондықтан виртуалды әлем бұл қазір біздің қалай күнделікті қолданылатын сөзіміз. Енді қаншалықты оны пайдаланамыз да, ол бөлек әңгіме. Содан кейін кванттық әлем деген қазір тоже модный сөз пайда болды, біраз уақыт болды оған. Неге бұнан тоқталғым келіп тұр? Өйткені кванттық әлем, қазір мүмкін көріп жатқан боларсыздар, көбінесе Джо Диспензаның деген ғалым бар, нейробиолог бар, жаңағы түрлі ғылыми жаттығулар, ғылыми зерттеулер арқылы кванттық медитацияның пайдасын дәлелдеген адам. Қазір өте қазақ тілді нелер шығып жатыр, жаңағы адамдар шығып жатыр да, зерттеп соны, кванттық медитация, оның пайдасы қандай деген сияқты да. Бұның пайдасы бар кванттық әлемнің.
бұл да сырттан келетін сырттағы әлем, бізден бөлек сырттағы әлем, бірақ дегенмен де кванттық медитацияның мүмкіншіліктерін пайдалана отырып, мына өзіңнің жаңағы неокортекс дейді ғой, соңғы жас ми, соның мүмкіншілігін пайдаланып болашағымызды елестетуге болады. Мысалға, тұрмысым нашар болса, сол медитацияға отырып мен болашақтағы өзімнің пәтерімді елестете аламын, немесе алатын машинамды деген сияқты. Оның өзінің бірақ заңдылықтары бар кванттық медитацияның. Келесі ақпараттар әлемі. Ақпараттар әлемі бұл да сырттан келетін сыртқы әлем. Сыртқы әлем бұған енді жаңағы кеңістікті айтуға болады, медиа кеңістіктер айтуға болады, ютубтан келетін ақпарат бар, тіпті мына көршінің айтатын әңгімесі бар, сосын инстаграмнан келетін ақпараттар. Ақпараттар деген бізде деген жаулап жатыр біздерді қазір. Ең соңғы маңызды әлем ол менің ішкі әлемім. Мына үшеуі сыртқы әлем болса, сыртқы әлем, ал ішкі әлем ол менің ішкі жан дүнием, ол менің сезімдерім, ол менің жай күйім, менің ол эмоцияларым да. Қалдыгүл ханым, мына өшіріп қойдым мен. Так, все. Енді ақпарат әлемі бұл әлеуметтік желі да. Екеуін тағы да синоним етіп алуға болады. Әлеуметтік желілер. Әлеуметтік желілер білеміз, Инстаграм, тағы да Фейсбук айтайық, Threads айтайық, тағы да басқа желілер бар, жастардың танысатын желісі бар да, отыратын. Міне осыған байланысты қазір жаңа терминдер пайда болды. Олар ақпараттық шу, информационный шум дейді, ақпараттық тәуелділік, информационная зависимость дейді да. Мысалы, отырып қаламыз 3 сағат телефонда. Ақпараттық мусорлар жинап жатырмыз миымызға, жаңа жағымсыз оқиғаларды қараймыз, қорқамыз, мысалға, сосын біреуді біреу өлтіріп жатыр, біреуді ұрып жатыр деген сияқты. Осыны жинап жатырмыз. Ақпараттық үй деген бар. Ақпараттық үй бұл біздің жаңағы инстаграмымыз, фейсбукымыз. Бұл біздің кәдімгі виртуальный үйіміз. Адамдар кіріп бізбен таныса алады. Бұлардың үйінің ішінде не бар екен, не жазған екен, қайда барады екен, не ішеді деген сияқты бүкіл ақпаратты сол инстаграм арқылы олар зерттей алады біздерді. Сосын ақпараттық сауаттылық деген, яғни грамотность, бұны өзім қосып қойдым. Арасында да бізге ақпараттық грамотность керек. Мысалы, психологиялық сауаттылық деп айтамыз ғой, сол секілді ақпараттық сауаттылық та бізге қажет. Өйткені нені қараймыз, нені қарамаймыз, соған сауатты болу керекпіз. Қазір оған келеміз, бұл әңгімеге. Енді американдықтар зерттеген, Гарвард университетінде сонда олар айтқан, мына смартфон бұл автомат деген, ойынның автоматы, потому что ішінде бәрі бар. Ашып қалсаң, не керек, бәрі бар. Түртіп қалдың, бәрі шығады. Рахат. Рахат. Бірақ дейді, мынаған тәуелді болып қалса, ол сенің еңбек төмендетеді. Жұмыс қабілетіңді төмендетеді. Конечно, мен 3 сағат отырсам, менің басқа бір жұмысым, маңызды жұмысым істелмей қалады. Сосын әр секунд сайын адамға сырттан ақпараттар келіп тұрады екен. Көршінің ақпараты дейік, балаң бірден айтты, күйеуің бірден айтты. Ал әр 6 минут сайын дейді, адамның назары мына телефонда болады екен. Әр 6 минут сайын адам без конца жаңа қарай береді. И транспорттан көреміз, адамдар транспортта телефонмен отырады. Қонаққа барса, опять телефон жандарында тұрады. Сонда адамдардың дейді 42% күн сайын әлеуметтік желіде отырады. Сондай жаңағы зерттеу жүргізгенде сондай анықтама шыққан. 3 сағаттың көлемінде смартфон отырады екен күн сайын. Сонда смартфон бұл ойын автоматына айналды деп болжамға келген екен. Енді мен енді медиа кеңістік және психоанализ дедім. Яғни бұл жаңағы осы ақпаратпен танысып, содан кейін бір өзімнің бүгін таңертең ерте жұмысқа шығып жүрдім де, жаңағыдай миының көмегімен бүйтіп бәрін құрастырып, осы слайдтар жасап шығардым. Ми менің көмекшім, ол кәдімгі күрделі жұмыс жүргізді. Ақпаратты сен жинайсың, содан кейін өзіңнің ішінде инсайттар келеді, сосын олардың бәрін бүйтіп құрастыру керек қой, бүйтіп пазл сияқты. Сондай жұмыс жүргізіп, осындай қазір бір қорытындыларға келдім. Мүмкін біреулеріңіз қабылдарсыз, мүмкін қабылдамассыз, но дегенмен де мен тырыстым, қалай ақпараттық тәуелділіктен өзіңді тұтатуға болады. Сол жөнінде. Енді мен өзімді жоғалтып аламын.
мысалға қараңыз, бұл менің проблемам болды негізі. Сосын мен қызықтым бұл темаға. Мен кейде мысалға автобуста кетіп бара жатқан кезде ана басқа районға, сонда бүйтіп отырып қараған кезде бір кезде есімді жинап аламын, оказывается мен полностью жаңағы сүңгіп кеткен екенмін, телефондамын. Қай жерден өттім, қасында кім келді, мен просто просто отключается мозг. Сен кіріп кетесің жаңағы ішіне. Ондай білеміз ғой, ондай состояние болатынын. Бұл зиян. Өйткені сен оны түсіндің зиян екен, сондықтан да телефонды қарамауға тырысасың. Мен табиғатпен жаңа терезе арқылы байланыс жасап, қай жерде келе жатырмын, ана жерде не, күн қандай болып жатыр екен, адамдар не істеп жатыр, мен бақылап отырамын. То есть менде виртуальный емес, менде кәдімгідей табиғи байланыс жүреді. Енді өзімді жоғалта алмау үшін не істеу керекпін? Оған психологтардың кеңесі мынадай: ұйқыдан тұрғаннан кейін дейді, 3 сағаттай телефонды қолға алмау керек екен. 3 сағат телефонды қолға алма, тұрдың 3 сағат бойына үйдің ішінде өзінің шаруаңды жасап, тамағыңды пісіріп, сосын жаңағы не істейтін пландарын түнде жазасың ба, таңертең жазасың ба, бәрін өзіңмен байланысты ұмытпау керексің. Болмаса бір 10 минутта медитация жасайсың ба, немесе тіпті таңғы серуен. Бүгін шығып келдім, таңғы серуен, бұл өте жақсы. 10 минутта айналып келдім, сол кезде сергіп, жаңа өзіңмен байланыс жасайсың, өзіңменен. Сосын дыбысты өшіріп керек. Ана бар ғой, уведомление келеді ғой, уведомление, кейде оған мән бермейміз, но бірақ оны өшіріп тастау керек. Сонда тың деп жаңағы мазаңды алмайды. Енді бір психологтар айтады, аптасына 1 рет полностью өшіріп тастау керек, вообще жақындамау керек деп. Жақындамау керек деп. Енді ол экспериментті жасап көру керек, қалай екенін. Сосын жаңағы киноға барасың, театрға барасың, бос уақытында хобби деген сияқты. Бұлардың барлығы сенің өзіңнің ішкі әлемімен байланыс жасауға алып келеді, осының барлығы. Енді мен айтар едім, медиа кеңістік негізі адамзатқа берілген зор мүмкіндік. Қазір инстаграмға арқылы өзіміздің жұмысымызды жүргіземіз де, бірақ екінші жаңағы медальдің екінші жағы бар, ол сенің тәуелді болып қалмауың. Қалай тәуелдіктен арыла аламын? Ол үшін медиа кеңістікті басқару керек екен. Мен осыны жазғаннан кейін ойладым, қалай басқару? Сен қалай басқарасың медиа кеңістікті? Инстаграмда ананы жоқ. Менің инстаграмым бар, менің фейсбугым бар, менің тиктокым бар, менің ютубым бар. Бұл менікі. Сонда мен осындай кішкентай ғана өзімнің медиа кеңістігімді басқару менің қолымнан келеді. Соны басқарғанда ғана мен тәуелділіктен арылам. Қалай оны басқарам енді? Соған келейік. Қалай басқара алам? Басқару біздің қолымыздан келеді. Ол үшін Зигмунд Фройд былай айтқан екен: проблема бар. Өйткені мен отырып қаламын, например, да? 3 сағат отырып қалдым, керек емес, жаңа біреудің өмірін қарадым деген сияқты. Проблема бар. Значит, проблеманы шешу үшін ең әуелі сол проблеманы анықтау қажет. Себебін табу керек. Так, әрі қарай кеттік. Қалай табамын себебін? Проблеманы түсіндім. Мен 10% уақытымды телефонда қайдағы жоқ нәрселерді қарау арқылы, қайдағы жоқ деп кавычка айтып қояйын, уақытымды аламын. Проблеманы түсінген кезде уже проблеманың 50% шешіледі екен. Шешілді, түсіндім, шешілді, и мен ары қарай уже әрекетке кірістім. Жоспар жазам, әрекетке кірісемін. Бұл как раз басқару. Медиа кеңістікті басқару деген болады. Өзімді зерттеймін. Вот қазір қолымызда қалам болса, не болса, етіп қойға болады. Өзімді зерттеуден бастаймын. Мен өзім басқара аламын. Мен өзімді зерттеймін. Ең бірінші сұрақ қоямын. Мен кіммін? Менің ішкі қалауым қандай? Маған не қызықты? Осы 3 қана сұрақ міне. Мысалы, мен кіммін? Біреу айтады, мен мысалы аспазшы, мен мұғалім, мен скажем, теңізші, мен саяхатшы, или мен тігінші, да, мен етікші, мен үй шаруасындағы әйел. Все. Мен білдім. Мен өзімнің кім екенімді білдім. Енді менің қандай қалауым бар? Жалпы нені қалаймын мен? Нені қалаймын? Маған не қызықты? Осы сұраққа жауап беру арқылы мен енді осы салада
өзімді дамыта алу мүмкіндігі бар. Медиа кеңістікке кірдім, керек нәрсені алдым. Мысалға, мен повар болсам, керемет тамақты пісіруді тауып алдым. Бір блогқа жазылдым да, блогерге, и сонымен жаңа өзімнің жұмысымды байланыстырып, одан көп нәрсе үйренемін. Өзімнің шеберлігімді арттырам, шеберлігімді. Ә, яғни ең бірінші өзіңе не қызықты, соны таңдап алу керексің. Тек сол кезде кіріп, өзіңе керектінің алып, соны пайдаға асыру керекпіз, да? Екінші сұрақ, мен өзімді зерттеп жатырмын қазір. Мен қандай желілерді пайдаланамын? Және оларға не үшін кіремін? Құрдан құр емес. Мысалға, мен қазір айтайын, міне, мен жазып қойдым. Міне, мен кіретін Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Басқаларында тағы да Threads болуы мүмкін, тағы басқалар бірдеңе болуы мүмкін, да? Ана танысатын желілер бар. Ол керек па саған? Значит, керек саған, да? Енді сұрақ. Мен білдім, менде төртеуі бар. Пока әзірше осыларға не үшін кіремін? Не үшін кіремін? Сосын мен өзіме жауап бердім. Фейсбукқа мен ақпараттар салу үшін кіремін. Психоанализ жайында, например, да? Инстаграм, бұл да мен өзімнің кейде ішкі сезімдеріммен бөлсем, жұмысыммен бөлсем, болды. WhatsAppқа да кіресіз ғой? WhatsApp ол платформа, ол айттым ғой, жаңа платформа деп, виртуальный мир платформа. TikTokқа бұны мен зерттеу үшін, да, мысалға, интересно, TikTok не бар екен ішінде деген сияқты. Зерттеп, кішкене бір ай бұрын дайындалып, бір нәрселерді түсіріп, сосын оған салуға болады TikTokқа. YouTube каналына енді онда бәрі бар. YouTube каналында онда как түрлі түсті телевизор сияқты. Не қалайсың, бәрі бар. Қандай тема бар, қандай жазушымен естігің келеді, қандай ғалыммен танысқың келеді, да? Солардың бәрін содан ала аласың. Мен, оказывается, сол үшін кіремін екен. Енді ары қарай сұрақ кетті. Өзімді ары қарай зерттеймін. Менің өзімді басқару керекпін ғой мен. Медиа кеңістікті басқару керекпін. Значит, өмірімнің қандай сферасына қанша пайыз уақытым жұмсалады? Вот қазір жазып қойға болады. Мысалға, бізге таңертең ұйқымызды қандырдық, 100% менде не бар? Күш қуат бар, қайрат бар. Сол күш қайратымды неменеге жұмсаймын? Анықтап аламын бірінші. Мысалға, менің жұмысыма там 90% кетеді. Мен есімде бұрын мұғалімдермен жұмыс жасағанда олар айтады, наверное, сол 100% деп айтуға болады, 90% жаңа ауылдың мұғалімдері болды, жұмысқа кетеді деп. Бұл маңызды. Өйткені мен өзімнің өмірімді тәртіпке келтіре аламын, тәртіпке. Мен енді өзіме жасадым зерттеу, 80% жұмысқа кетеді екен, 3% хоббиға кетеді. Оны қалай анықтадым? Менде бір хобби бар, би бар. Мен оған өте аз арнаймын, бірақ андасында билеп тұрамын. Мизерный уақытта 3%. Ол маған, наверное, достаточно. Если аз болса, мен тағы да оған қосамын. 8% үй шаруасына кетеді екен, үй шаруасына. Тамағымды пісіру, андасында жаңағы жұмасынан бір рет үй тазалау болды. 9% менде әлеуметтік желіге кетеді екен. 9%. Мен өзімнің өмірімді түсіндім. Қанша пайыз уақытым кетті, енді тәртіпке келтіру керекпін. Енді мынадай маңызды сұрақ бар. Ең маңызды сұрақ, тап қазіргі уақытта не нәрсеге менің көңілім толмай тұр? Мен өзіме сұрақ таптым. Не нәрсеге менің көңілім толмайды қазір? Оның орнын толтыру үшін не істеу керекпін? Қалай мен оның орнын толтыру керекпін? Как только мен түсіндім, мендегі ақсап жатқан нәрсені, менде сразу түсінік келді. Ана 9% мен әлеуметтік желіде отырғанша, мен сол 9%-дің бір 5%-ын алып, сол олқылық бар жерді толықтыру керекпін. Міне, дәл осы сұраққа жауап қойған кезде, менің өмірімде не ақсап жатыр, не нәрсеге көңілім толмай тұр, сол кезде бұдан айтады ғой, точка развития дейді ғой. Точка развития екен мынау. Сенің өсу, ілгерілеу нүктең осы жерден басталады. Сен табасың, кәдімгі бар ғой, не нәрсе сенде өз-өзіңді қалай ұстап тұрсың.
Сондықтан мынаны жазып алсаңдар егерде, потом ойланып көріңіздер. Ответ келеді, жауап келеді. Сонымен мына осындай сұрақтар. Мен кіммін? Мен нені қалаймын? Фотоға сұрауға болады. Маған не ұнайды? Мен пайдаланатын желілер қандай? Не үшін кірем? Қанша уақыт отырам? Менің уақытымның қанша пайызы неге кетеді? Қай сфераға кетеді? Не нәрсеге өзімнің көңілім толмайды? Оның орнын толтыру үшін неден бастау керек? Сол кезде не өзгереді? Көп нәрсе өзгереді. Енді қараңыз, сонымен бәрін айт та бірін айт, сонда все-таки сыртқы ақпарат, сыртқы әлем бар, бірақ менің ішкі әлемім өте маған маңызды. Мұнда менің күшім жатыр. Мұнда менің өзіме деген сенімділігім жатыр. Мына барлығы менің ішімде. Сонымен байланысты жоғалтпау керекпіз. Байланысты. Ол үшін жаңа Назгүл ханым айтып кетті, мен өзімнің ішкі сезімдерімді тану керекпін. Не болып жатыр менің ішімде? Қандай эмоция жүріп жатыр? Оны түсіну керекпін. Ең алғаш бірінші осы. Как только өзіңнің ішкі сезімдерін тани бастайсың, түсіне бастайсың, сен өзіңе қайтып ораласың. Өзіңе қайтып ораласың да, внимание өзіңе келді, өзіңді жақсы көре бастайсың. Өзіңе көңіл бөле бастайсың. Енді бұның амалдары бар ғой, енді түрлі амалдар бар ғой. Мен мынада жазып қойдым. Жеке топтық терапия бар. Бірлескен топтарды құру. Қолыңыздан келсе, алыңыз да бір топтар құрыңыз. Бірлескен топтар. Интересі бір. Клубтарға кіру. Мысалы, жаңағы кітап оқу клубы бар, киноклубы бар. Тағы да вообще не көп, идеялар көп та. Өз ортаңды қалыптастыру. Сені түсінетін өз ортаңды қалыптастыру. Және ақпаратпен сол ортада бөлісіп отыру. Ақпараттарды сен алдың ғой, көп ақпараттарды, соны бөлісу керексің ғой бір адамдармен. Сонда жаңағы бірлескен ортада, сені түсінетін, сені қолдайтын ортада түсініп отырасың. Енді қараңыз, айшылық алыс жерлерден көзді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Ыбырай Алтынсариннің тақпағы бар да. Расында да медиатека мүмкіншілігі өте зор. Тек оны басқара алған кезде ғана менің өмірімде өзгерістер басталады, нәтиже басталады. Жаңа кәсіп үйрене аламын, инсайт аламын, идеялар келеді, өзіме қызықты орта табам, дауысымды дамытамын, даже вокалда, вот бәрі бар аның ішінде. Білімді кеңейтемін, өзімді қауіптен сақтаймын. Ана кейбір нелерді көрем, болып жатқан жаңағы төбелес бірдеңелерді ше. Шеберлігімді арттырамын. Сондықтан медиатека өте міне расында да зор мүмкіндік, бірақ оны басқарау арқылы ғана мен тәуелсіздіктен арыла аламын. Енді қазір кішкене уақытты ұзартайық біздер. Енді мына жерде мен жазып қойдым, бізде телеграм канал ашқанбыз. Шынымды айтсам, көпшілігі біледі біздің Назгүл ханым екеумізді қалай бастағанымызды жұмысты. Ең бірінші Аружан ханым бар. Енді Аружан ханым ол да қосылады ертең. Ол Дубайға кетті. Сол жаңағы мықты психолог деген не алды, дәреже алып, соған кетіп қалды, жіберді. Сонда қараңыз, үшеуміз бастадық қой осыны. Басында біздер де ойладық, не айтамыз, қалай айтамыз, қысылыс та болды, қорқыныш та болды. Бірақ жаңағыдай осылай ортада сөйлеу арқылы сен өзіңнің ішкі сенімсіздігіңді жоя бастайсың. Сонда соның нәтижесі болар. Биыл 3-ші жылға кетті екен, екеуміз телеграм канал аштық. Бұл кәдімгі публичный канал, тұлғалық өсу клубы деген. Бұнда жаңа ақпараттар болады психоанализге қатысты. Сосын жеңімпаздар клубын ашқанбыз біздер. Енді жұмыс бастап кеттік. Екі рет жұмыс өтті, өте жақсы өтті. Әр дүйсенбі сайын не барлығы 3000 теңге. Сондықтан клубқа қосылам десеңіздер, онда разный тема болады. Тема әртүрлі болады, разный терапия болады. Сондықтан егер қосылам десеңіздер, пожалуйста, бірақ бір жыл отыру керекпіз ішінде, өзіміздің жұмысымыздың нәтижесін көру керекпіз. Анда өсу бар, анда қабілетімізді көрсету бар, и қасиетімізді көтеру бар. Бұл жеңімпаздар клубы да. Енді бір нені айтып кетейік кішкене, өйткені содан кейін барып уже кірісеміз талдауға. Так, қайда кетіп қалды жаңағы? Мында кетіп қалды. Паникалық шабуыл. Мынаны мен так, все. Ой. Так,
Үйретпеңіз, мен қалай мына көрсетемін. Көрінді ма қыздар? Жоқ. Көрінген жоқ па? Мхм. Так, ой, Көрінбей тұр. көрінбей тұр да. Контрол, реквизит па? Ә, қазір. Жоқ, көрінген жоқ та. Міне көрінді. Все. Так, біздер енді қанша уақыттан бері осыны айтып келе жатырмыз. Ә, Қазір Назгүл ханым өзі де сөйлер. Мына жұмысымыз біздің осымен 3-ші рет болғалы тұр. Мына 3 айлық терапиялық тренингі ертең среда күні басталады. Среда күні басталады бізде. Бұл осымен 3-ші рет өтіп жатыр. Біз көзіміз жеткеннен кейін оның пайдасының бар екеніне соны қайттан жүргізіп жатырмыз. Небәрі 3 ай болады. Бұнда ішкі сезімдеріміз, егер мысалға бөліскіміз келсе, сезімдер бар, эмоциялар бар, жаңағы эмоционалды қоқыстар бар деп айтайықшы. Соны қысылмастан, ұялмастан соны сыртқа шығарсақ, бізде жаңа энергия келеді арт жағымызда. Өйткені босайды ғой, ескі қоқыс кетті, оның орнына жаңа энергия келеді. Бұл и терапия, и тренингі. Тренингі деген бұл бір белесті бастау деген сөз. Бір тоқталыстан аттау деген сөз. Любой тренингіде бір не басталады, серпіліс басталады. Серпіліс. Бұл рас. Қорқыныш болса, қорқынышты жеңеміз. Сол 3 айда 12 рет кездесеміз екен, 12 ретінде де сезімдер туралы айтамыз. Жаңа қорқыныштан бастап барлық сезімдерді әрбіріне де талдап шығамыз. Бойымыздағы сезімдерді әңгімелейміз, бойымыздағы. Бұл енді бағасы бір айға 9.000 теңге. Енді оны қазір Назгүл ханым айта жатыр. Бөліп төлеуге де болады, тұтас төлеуге де болады. 28 қаңтарда бастап 22 сәуірде аяқтаймыз. Егер де ойлансаңыз, осы маған керек ау, осы мен терапияны бастай алмай жүрмін, осы терапияны көрейінші, не екен ол деп ойласаңыздар, онда осы терапиялық тренингіге шақырамыз. Алдағы 3-ші күні басталады. Назгүл ханым, қосып кетесіз бе? Бұл жерде, мысалы үшін, өзіміздің психологияда жүрген психологтар, мысалы, өзінің топтық терапиясын ашқалы жүрген, соның не екенін, қалай жүретінін көргісі келген кісілерге де кіруге болады. Және де өзінің сезімдерімен, эмоцияларымен жұмыс жасап, өзін түсінгісі келетін кісілерге кіруге болады. Және тұлғалық клуб, оның жарнамасы, ақысы өте қол жетімді. Сондай көп емес. И телеграмдағы канал, ол вообще тегін канал. Сондықтан, егерде қатысқыларыңыз келіп жатса, және маған керек, мен өзім сезімдерімді бәрін шығарғым келеді, жанымды кішкентай болса да жаныма көмек көрсеткім келеді деген қандар болса, Тамара ханымға хабарласып кірулеріңізге болады. Енді Тамара ханым жаңа өздерінің қандай осы тренингтен алған сезімдермен бөлгісі келетін, қандай сезіммен келді, қандай сезіммен қайтып бара жатыр, және паникалық шабуыл болды ма екен басында, сонда қалай өздері ресурсты қайдан алды, қалай жеңіп шықты, или әлі жеңіп шыққым келеді деген қандар болса, сөйлесін. Сөз берейік, иә? Кім бөліскісі келеді? Тамарған көрінеген. Мынау өмірім өз қолымда, қай уақытта болады среда күні? Сағат 8:30-да бастаймыз. 8:30-нан 1 сағат жарым болады. 9-да да бастауға болады. Ойланамыз оны, келісеміз. Или 8:30 или 9-да, кешкілік. Қатысайден 9-да біздің сабақ болып тұр ғой. Бақытжан мырзам. Нем шападай. Жақсы. Көреміз. Қатысайын десем, нем шападай. Бақытжан мырзам среда күні сабақ болады. Бастау күн болмайды, 4-ке болмайды. Көреміз енді. Среда деп тұрмыз негізі. Четверг күні. Среда вообще не совпадает. Тоже не совпадает. Анау Зарина ханым, среда Бақытжан мырзаның сабағы, пятница курс. Енді ойланыңыз өзіңіз. Уақыты келмей жатса, онда басқа бір уақытта болады тағы да. Жақсы. Нұрбол мырза, рахмет. Бар ма айтатыныңыз тағы да? Тағы да бөлсек, паникалық атака туралы
Кім бөліскісі келеді? Бар ма ондай қорқыныш болды ма? Одан қалай шықтыңыз? Сол туралы бөліссеңіз. Бола ма екен, Тамара? Иә, болады. Иә, паникалық атака жақсы тақырып қозғалып жатыр екен. Паникалық атака енді сол ковидтің мезгілінде болған шығар. Мен сол қорқыныш па, басқа қорқыныш па, өзім ауырып, еще енем қайтты сол кезде. Біз өліп қалсақ балдар не болады деген емдеп, өзімді емдеуге күшім жоқ. Балдарымды да емдеуге күшім жоқ. Паниковать етіп, не істерімді білмей, сол қорқыныш болды. Енді сол қорқыныш жататын шығар, сол паникалық қорқынышқа. Мен уже нервыдан оларға ұрсып, мына берілген дәрінді іші, неге тамағын шаймайсың деген сияқты емдерді сол өзіме күшім келмей жатыр. Еще балдарға айтуға да жағдайым келмей жатыр да. Особо қатты ауырып неткен жоқпыз да, енді бірақ панический андай сондай атака болды, енді қорқыныш. Енді ол қорқыныштан өтіп кеттік қой. Бірақ мен бір сұрақ қоятын сұрағым, мен қызым да вот жақында айтты, менде мама постоянно қорқыныш болады дейді, білмеймін неге екенін дейді. Ол неге? Жап-жас 19-дағы қыз ғой. Үнемі қорқыныш болады, білмеймін, маған успокаивающий дәрі ішу керек деп өзі иногда алып ішетін сияқты. Вот бір қорқып тұрамын дейді бірдеме. Я ничего не могу сделать с собой. Вот психологқа барып кеңес алып көру керек. Сол айтады, психологқа бару керек. Мен психологқа не ал деп барасың? Өз қорқынышыңды өзің тауып айтшы, неден қорқып тұрсың десем, өзі айта алмай тұрып, білмеймін, тревожность секілді. Тревожность ол адам өзі білмейді неден қорқып тұрғанын. Таңертең тұрады, бірдеңке болып қалған сияқты болып тұрады. Денесін ауыр бірдеңке басып тұрған сияқты болып тұрады. Ал былайда айтып шығарғаннан кейін, бір жұмыс жасағаннан кейін, если кішкентай болса, ол отпустит. Оны сіз мысал үшін түсінбегеннен кейін сіз оған ұрсуыңыз мүмкін. Ұрсып жатырсыз ғой енді. На самом деле ол жағдай шынында да айтып біреумен бөліспесе, кішкентай қиынырақ, ауырлау болып қалады. Бірінші түсіну керек. Грамотный психологқа бар деп қоймайды сол. Мама, неге мен қорқамын деп. Видите, сізге айтып жатыр, сіздің қыз айтып жатыр ғой, мені апарыңыз, соны естімейсіз. Айтады ғой, әлгі эмоционалды саңырау деп айтады. Айып етпеңіз енді. Осы естімегіз. На самом деле сізден көмек сұрап жатыр, ше, қызыңыз. Сондықтан бізде бар ғой, вот көмек жасауға болады сіздер жағынан, сіз тараптарыңыздан. Назгүл ханымға вот паника атакамен жұмыс жасайды ол. Болмаса жаңағы топтық терапияға келе ме? Главное, мына ішіндегі сезімдерін шығару керек ол. Қорқынышын неден қорқып тұр? Соны да шығару керек. Оған міндетті түрде психологиялық көмек керек. Егер сұрап тұрса, онда міндетті түрде жаңағы естіп көріңіз, тыңдап көріңіз қызыңызды. Өйткені это көп ата-аналар түсінбейді өздерінің балдарын. Потому что психологиялық жағынан сауатсызсыз ғой. Қызыңыздың өмірі, ол тоже сіз де жауаптысыз оған. Сондықтан міндетті түрде маманға жіберіп көріңіз. Өзі таңдайды, өзі. Бірнеше психологтың телефонын жіберуге болады, мысалы үшін өзі барғысы келетін психологты өзі таңдап алсын тіпті болмаса. Енді менде енді кез келген мектеп жасында бір апардым, 9-10 класс оқығанда ма, онда просто поликлиникадағы психологқа апардым. Туралы сөйлескенім, енді бәрі нормально. Енді подростковый мезгіл болды, сосын кішкене мен қызымды дұрыстап түсінбеген шығармын енді. Действительно, біз тәрбиеміз басқа, олардың қазіргі несі басқа, сол жағынан кішкене кемшілік болды да, бірақ та вроде өзім толтырған сияқты болдым. Бірақ последний время тағы, вроде нормально, былай жүреді, жақсы, достары бар, бәрі бар. Оқуда оқиды, оқуында студентка. Но мама менде болады дейді. Бұл жерде психоанализ арқылы емдеуге болады, сол деген КПТ деп айтамыз ғой, когнитивті мінез-құлық дейді. Бұл жерде адамның ойын өзгертеді де, қарапайым сөзбен айтқанда, мысалы үшін былай компьютердағы программа
дұрыс программа емес, соны алып тастап орнына жаңа программа қою деген сияқты ойын өзгертіп баланың қорқынышымен жұмыс жасауға болады. Түсінген кезде өзі осознанность дейді ғой, солай келген кезде ол ақырын алып тастауға болады. Енді ол кешіріңіздер, біріншіден проговаривание дейді, путем проговаривания енді өзінің ішкі сезімін бөлісе алмағандығы көбіне. Солай болар. Иә, Бар өзімдікін Тұрақты керек жұмыс. Андай апарып сізді тыңдап жүрек, яғни отырған жерінде ол өзінің ойын айта алмайды, өзінің сезімін, ішкі жаңағы әлемін білдірте алмағанның себебінен көп сондай жағдайға душар болады. Мен мектеп психологы. Ол сізге айтып жатыр, мысалы үшін айтып жатыр, сіз оған ұрысып жатырсыз, сен психологқа не үшін барасың, саған психолог не керек, өзің шығасың деп. Ол адам, мысалы үшін стоматолог өзінің, Ана ханым айтпақшы, өзінің тісін емдей алмайды ғой. Сол сияқты даже психологтар өзімізді өзіміз емдей алмаймыз, психологқа барамыз, иә. Жақсы. Айтып жіберейінші, жаңа мына жерде және айтқандай тап сондай менде қызымда бар, бірақ бұл жерде айтқым келеді, тек қана психологпен қатар это гормональный подростковый периодта гормональный качельдер болады да. Сондықтан, конечно, это 100%, сондықтан гормоны плюс барам деп тұрса, өзі шешу керек та. Сосын жаңа айтқым келеді, алдында мына ғалымдар зерттеулері бойынша біздер бұрын ойлайтын едік қой, бала 18 жасқа дейін ананың аурысында болады деп, 25 жасқа дейінді дәлелдеген екен да. Сондықтан ол біздің ішімізде болып жатқан арпалыс қызымызға беріледі да. Сондықтан біз өзіміз баруымыз керек та. Өзіміз бару керек. Менің қызымда дәл осындай жағдай болды. Мен өзім жеке терапиядамын да. Когда я спокойна, дочь спокойна. Сондықтан бірінші Жанияға бару керек дер едім да. Жақсы, рахмет. Енді жаңа А35 көрінбей кеттіңіз ғой, қазір шығарсыз. Жібек ханым, экранды ашып сөйлей беріңіз. Жаңағы айтылғаным айтқаным это қызының мәселесін. Жалпы негізі шынымен Гүлжан ханым дұрыс айтып отыр. Бала қызыңызды емдеу үшін ең бірінші өзіңіз анасы барып емделуіңіз керек. Қызыңызды апарғаныңыз дұрыс, бірақ негізі сіз ішкі сезімдеріңізді, жаңағы ішкі ахуалдарыңыз жөндеген кезіңізде балаңызда өзі подтягивается и олардікі тез неғылады. Жібек ханым, сөзіңізді бөлейін. Давайте енді темадан ауытқып кетпейік. Енді қазір жалпы негізі баланың ішіндегі жарасы, ол қайдан шықты дейміз ғой, қай күні не болды бізде. Біздің табағымызда, курсымызда менің нем көтерілді. Кішкентай кезімдегі бессознательный нелерім, жаңағы жараларым, жаңағы паникалық атака дегенге айтайын деп тұрмын. И сол кезінде менің 3 жасымда атамның лақтырып жібергені, менің мұрным қанағаным сол шықты. Менде постоянно қорқыныш болады екен. И оны мен былай ешқандай да есімде жоқ на самом деле. Бірақ постоянно менің мұрным қанайтын. И оказывается, сол менің миымда қалып кеткен екен. Бессознательная программа. Неге терапия өтіп жүрмін? Қанша неғығанмен де сол шыққан жоқ. Өткен жолы жаңағы сабағымызда, сол терапияда менің сол нем шықты, қорқынышым. Сол атака менен соны басқан кезімде. И что интересно, да, жаңа кім айтып кетті ғой, Назгүл ханым, защитная реакция деп. Мен защитная реакция деп, мен көп жағдайлар шығарды, и солардың барлығында мен қорғаныс қабілетімді қосады екенше. И сол кезінде де маған тағы да кедергілер шықты. Соның барлығынан менің өзім түсінгенім негізі менің ішкі жараларымнан көтеріледі екен соның барлығы да. Сол кедергілердің барлығы да. Сондықтан да қашпай, по-моему, терапияға бару керек. Рахмет. Напряжение. Напряжение, тревога көтеріледі соның есебінен. Қолымызды көтеріп сөйлеген, давайте. Тәртіп сақтайық кішкене. Айтуға бола ма? Болады. Жұмабекова Гүлжан ханым, айта беріңіз. Қайылдарыңыз қалай? Мен Назгүл ханымның шәкірті ретінде бір отзывымды айтып кетейінші. Мен бұл кісіге бұрын өзім үлкен проблемалармен келген кезде өте қиын проблемамен келгенмін. Содан кейін бұл кісінің қаншама терапиясын алдым. Терапиясын алғаннан кейін үлкен түйсікке шығуға үйрендім да. Датакостикпен түйсігім ашылып, одан кейін қазір үлкен түйсікпен жұмыс істей алатындай деңгейге жеттім. Үлкен рахмет айтқым келеді Назгүл ханымға.
бүкіл өте қиын ситуацияда келген бұл кісіге бірнеше терапиясы өте жақсы әсер етті. Ең басты жаңа бала деп айтып жатсыздар ғой, баланы негізі жіберген де жақсы, себебі баланың ішінде көп нәрсе бар. Мен өз қызымда да қазір сондай жағдай болып жатыр да, панические атаки деген. Өзінің сезімдерін айтады да, мынандай резко жар бросает, содан кейін мен қиналам деген сияқты, кейде сабақтан қайтып келетін кездер болады да. Сондықтан айтатын едім, негізі психологқа барған дұрыс. Тем более Назигул ханымға мен басында келген кезде бір ішімдегі бақтырып до такой степени тазарған ғой, жан дүнием. Тазарғаннан кейін менде түйсік ашылып кеткен. Түйсік ашылғаннан кейін қазір мен түйсікке шығып өзімнің халімді, өзім состояниемді басқара алатын деңгейге жеттім да. Өте сондықтан өкінбейсіздер. Ол кісінің несіне келсеңіздер, консультациясын алдағы уақытта баламда да жазатын ойым бар. Енді қаражаттың шамасына қарай, негізі балаға ашылып айтқан сайын ішіндегі бәрі шығып кеткен кезде жаңа бір неге өтеді екен этапқа. Сол этаптың барлығын өттім, одан кейін өзіммен жұмыс жасап, қазір Назигул ханым, көп рахмет сізге алғысымды айтқым келеді. Және басқаларға да осы не болсыншы деп, сабақ болсыншы деп те айтып жатырмын да, басқаларда өкінбейсіздер, келіп қатыссаңыздар. Біз айтамыз ғой, ой, бұл кісінің до такой степени шыдамдылығына мен прям риза болғанмын сол кезде. Бүкілін тыңдадық, бүкіл балықшылауының бәрін тыңдады ғой. Сол кезде ойлайтын, не деген мықты. Кей кездерде болды бір вообще қатысқым келмей кеткен кездер болды, айтқым келмей қалған кездер болды. Но промежутоктар сақталып, біраз уақыттан кейін қайта шыққан кезде қайтадан сол жан дүнием до такой степени тазарған ғой. Сондықтан өкінбейсіздер, келіңіздер, көп рахмет сізге. Қазір мен түйсікпен жасай аламын, өз түйсігімді өзім шыға аламын, уже сондай деңгейге өзім көп мәселелерін шештім. Ақшалық қарызбен сыналғанда келген бұл кісіге мен өте қатты сынаққа түскен кезде, қазір шүкір өзім жағдайымды өзімді ең бірінші түсініп, өзімді алға қойып үйрендім қазір. Но барлығы ішкі жан дүниеде екен, все равно барлығы сол іште жатыр. И балаларыңызды да әкеліңіздер. Балада да сол бізде қалып қойған блоктар балада да бар ғой. Менің баламда енді точно бар екенін білемін. Сондықтан алдағы уақытта жазылам, баламды да жазам. Балам жеке жазғанда дұрыс па деп ойлаймын. Анасы да өз баламен бір проработка жасалса, ары қарай уже панический атаки да кететін шығар деп ойлаймын. Блоктар бар ғой, бір нәрседен қатты қорықты, и сол қорыққан 14 жаста баламда бар менде қазір сондай атаки. И содан ауырады, кетіп қалады сабақтан, отыра алмайды сабақта. Сол өзімнің отзывыммен бөлісейін деп. Жақсы, рахмет, ханым. Мақпал ханым, сөз ала беріңіз. Қайырлы кеш. Бүгінгі сабақтарыңыз өте керемет, актуалды, өзекті тақырып. Паникалық атака деген. Жаңағы бір ханым сөйлеп кетті ғой, не кезінде, карантин кезінде. Менде де панический атака менде де өте зор болды, керемет болды да. Мен осы соңғы бір 2-3 жылда ғана сол паникалық атаканың зардабы как-то емделген сияқты болды да. Өйткені ол ұзақ уақыт бір жылдай болды, бірақ кетіп қалды, бірақ сонда да мен шашым түсе бастады, ұйқым бұзылды, менің сондай көп маған әсер етті паникалық атака, маған өте. И сосын мен кеше сіздердің осы нелеріңізді, сабақтарыңызды мен өтірік айтпасам 20-30 адамға жібердім, бірақ бүгін қарасам біреу де қатыспаған ғой соның. Біреу де қатыспаған. Вроде группаға кірген, бірақ біреу де қатыспаған. Мен ойлаймын да, жаңағы Тамара ханым ақпараттық жаңағы бір саты жоғарылау деген айтып отырсыз ғой. Ол адам өзі шешімді, бұл даже мен өзгерем дегеннің өзі, бұл мен ақша табам деген сияқты шешім екен де. Мен ақша табам болды дейміз ғой, мен жұмысқа кірем дейміз ғой, немесе. И сол сияқты бұл мен өзгерем дегеннің өзі, бұл жаңа кеңістікке келу адамдарға үлкен қорқыныш туғызатын сияқты. Кеше біз мынандай бір тренингта болдық, сонда біз мына балабақша Ордоген деген Хайвилда орналасқан Астана қаласында. Сонда қаншама ата-ана баласының сезімдерін естімейді де. Мен тыңдап отырмын да, вообще абсолютно баласының сезімдерін ешбір ата-ана естімейді екен. Еще бүйтеді. Сонда тренер Асхат Абжанов деген сабақ жүргізіп Алматыдан келді, гуманный педагогика туралы. Сонда айтады да, сонда сіз вначале баланың сезімдерін жаншып тастау керек қой, пока бала ертең өскен кезде мені басынып кетпесін деген ата-аналар көп сөйтіп сұрақ қояды да. Ертең балам өскеннен кейін мен тыңдамай кете ма, мен егер жұмсақ болып кетсем балам мен тыңдамай кете ма, мен не істеймін, мен бүгін басып тастайын оны бүгін. Лучше мен бүгін басып тастайын, ертең ол мені басын. Я вообще шок болдым ғой, мен бар ғой, төбе шашым тік тұрған сонша мен жағымды ұстап отырдым ба ана жерде. Это мамаши Ордоген деген, это платный садик, это Хайвилда, умный дом бар ғой, Хайвилда орналасқан. Мен вообще таңырқап шок болып отырдым, ойладым, мына адамдарға өзінің баласының сезімін қалай тыңдау деген қандай маңызды. Осындай тренингтарды көбірек мейлінше көбірек өткізу қажет екен деп, мен кеше 20-30 адамға жібердім. Бүгін қарап отырмын, кім кірді екен деп қарадым, бірақ біреу кірмеген. Енді оны неге мен сіздерді жарнамалап жатырмын? Потому что мен өзім осы ситуацияда жүргенде, ол кезде психоанализді білмеймін,
Ну енді әйтеуір каким-то образом шықтым, бірақ қалай шыққанымды өзім бүгінгі күнде білмеймін. Әйтеуір бір секірдім, жүгірдім, биледім, әйтеуір ойыма не келеді істедім. Маған біреу айтады табанмен байланыс болу керек деп. И мен сол табанмен байланыс әйтеуір секірдім, жүгірдім, массаж жасадым табаныма, әйтеуір сөйтіп бір нәрсе, әйтеуір каким-то образом дытыре іштім, әйтеуір шықтым, білмеймін. Енді бүгінгі күнде бір сұрағым бар еді. Бір келінім бар, жасы 40-қа таянған. Сол айтады да, мен бір қорқам, үйде жалғыз қалуға қорқам, душқа жалғыз түсуге қорқам, коридорға барып кір жайып келуге қорқам, балаларды ертіп аламын дейді. Как будто қасымда біреу қарап тұрған сияқты дейді. Как будто у меня страх какой-то, біреу қарап тұрған сияқты дейді. Сосын мен одан сұрадым, енді бала күнде не болды сенде? Бала күнімде, кішкентай кезімде осындай бір қорқыныш болды. Сол бала күнде де, бұл бала күннен бар екен. Біреу как будто естен кіріп келе жатқан сияқты болды. Мен көрпемді жауып алдым. Мен сол ғана есімде дейді. И мен содан әлі күнге дейін, қазір 40-қа аяқ басқан 2 баланың анасы әлі күнге дейін қорқады. Сонда бұл неден деп болады? Тревожность, тревогасы үлкейіп тұр да. Тревожность, андай напряжение, да, соның бәрін. Ол, знаете, ұмытып қалуы мүмкін да. Ана терапияға келеді ғой, сонда айтып, жаңа Жібек ханым айтты ғой, айтып отырып есіме түсті деп. Сонда ол алдында Тамара ханым да айтты, адам терапияға келгенде сыртын шешеді, ақырын киімдерін шеше береді ғой, сол кезде есіне түсуі мүмкін. Деп, мен сол кезде қорқан екем деп. Тоже менде бір клиентімен жұмыс жасағам, сол кезде кішкентай кезде бір жалғыз қалқапты. Содан қорқады екен де, ол машинамен жүре алмайды, жұмысқа бара алмайды, қыста вообще үйден шыға алмай қалады, қарды көрсе. Сонда жұмыс жасағанда сол қараңғы жерде жалғыз жатырмын дейді, үйде сол есіне түсті. Соны, когда уже бәрін айтып, ішіндегі мен өзімде керісінше бар ғой, мен түнде жұмыстан келемін, түнгі 10-да келемін, 9-да келе жатамын, көшеде ешкім болмайды. Автобустан түсем, жалғыз үйге келем, көшеде никого нету. Мне наоборот комфортно, я одна, өзім мысльдарыммен рахаттанып келе жатам да. Кешке магазинге шығам, қорықпаймын. Білмеймін, менде андай қорқыныш, менде де қорқыныш болды ғой кезінде, тревожность, панический атака былай көп менде. И қазіргі күнде де кейде миыма кіріп кетеді, ана жаман ақпараттарды көрсем телефонда. Асанәлі Әшімов қайтыс болыпты, анау сөйтіпті, мынау бүйтіпті дегендер көріп кетемін ғой, бір көріп кетеміз, ажырасқандарды көреміз. И менде сразу миым уже андай жаман ақпаратқа толып кетеді сразу. Уже жүрегімде действительно ойым көтеріліп кетеді, нашар ойлар пайда бола бастайды. Бірақ қараңғыдан да, қорқыныштан да, жалғыз жүруден де, түнде сағат 12-де түсіп магазинге бара бердім. Ондай қорқыныш жоқ екен. Мен шамалас қой, ол енді келінім жаңа менен. Күріп та. Мен айтам, қалай? Душқа жалғыз түсуден қорқу. Мен душқа наоборот жалғыз түскен рахаттанып қалдым деген жалғыз өзі. Мақпал ханым, есік ашып қояды иә түскенде. Қорқам деп. Ана психоанализде бар ғой, психоанализде бізде ана қазық деген болады. Қазық. Сосын онда ойыңа не келеді, соны айту керексің деген. Жай ғана сөзбен әңгімелеу керек та. Сонда жаңағы ойына не келген айтып отырған кезде бұл бір емес, 2 емес, 3 емес, мүмкін 10-шы сессияда болар. Сол кезде жаңағы қазық бар ғой, мына қай кезде қорқыныш болды адамда, қай кезде қорқыныш фиксация болды, соны тұтқында қалып қойды, соған барып тіреледі. Сонда жаңа шөңге суырылды, уже причинасын тапты, қорқыныштың причинасын сол кезде табады, сол кезде жаңағы шөңге қадалды ғой, сол шөңгені суырып алып. Оны өздігінен шеше алмайды, тек қана маманмен сөйлескен кезде ғана, жаңа психоанализде сонда ғана шешеді. Бұл сондай ұзақ процесс өзі. Оны прям былай деп, олай айту қиын, но это фиксация. Вот кеше я жібердім сол қыздардың бәріне, сол келініме де, бауырымда панический атака уже год уже где-то 7-9 жыл болды. Панический атака. Бүгін сен бар деп тұрып шегеледім, бүгін кірмегеннің ішіне. Панический атаканы. Психологтарды жіберем, бармайды. Панический атакадағы кісілер, да, ана псих деген психолог, психиатр, содан қорқып тұрады да, айналып қашып жүреді ғой. Менде мысалға айтсам бола ма осы жерде? Рахмет, өткенде. Кім? Гүлжанат, айтсам бола ма? Иә. Менде өткенде мына психологпен консультация дейді ғой, былай біз поверхностно айтамыз ғой, бару керек, қатысу керек. Негізі қатысу керек, сол кезде түйсік өзі алып келе береді да жауаптарды сіздерге. Сіздің жаңағы келініңізді жіберсеңіз де, каждый сөйлескен сайын сіз келесі сеансқа дейін бір нәрсе миыңызға бәрі келеді. Менде солай болды. Бір нәрсе сарт ете қалады, и сол миымда крутится, и сосын себебін анықтаймын.
тоже солай келесі сеансқа дейін тағы бір нәрсе сарт ете қалады, сосын қайтадан себебін анықтаймын, қайтадан уже мен түсінемін да жаңағы әрбір сеанста тоже солай. Егер қатыссаңыздар, сөйлескен сайын ана түйсік жұмысқа қосылғанда сіздерге сразу айтып отырады, өзіне келеді оның жауабы бәрібір ше. Одан сеанс бітсе де полностью мысалы бір ай келсеңіздер, келесі айда ол бәрі жауабы шығады екен да. Просто қатысу керек сіздерге, келу керек и все, көзді жұму керек та бірінші сеансқа қосылып кету керек и все. Бір қосылсаңыздар кетесіздер ары қарай деймін ба. Соны айтқым келеді. Мен өз басымнан өтті ғой, мен түсінемін да. И панические атаки деген больмен шығады, боль болады екен, адам денесіне ауру сияқты. Резко ұстап қалады, резко. Мен өз баламда сол процесс жүріп жатқанын білемін да. Кеудем қысады дейді, денем қызып кетеді деген сияқты сондай нәрселер. Жай ғана қорқу емес, именно больмен шығады екен да денеден. Соны да мен көрдім да, ол реально бір жерде тұр ғой деп тұрмын да, бір несі, проблемасы. Как будто бір тұншығамын, задыхаюсь дейді да, ауа жетпей қалады, құлап қалатын сияқтымын дейді. И любой уақытта ұстап тұрады да сондай. Сондықтан, мне кажется, лучше психологқа келіп бастау керек сияқты, чем айтқаннан гөрі практика. Кішкене айтып кетуге болады. Мысалға, вообще бұл өзі қалай басталды, психоанализ өзі қызық басталғаны. Зигмунд Фройд басында ол гипнозбен емдеді, гипнозбен. Ол кезде жаңағы әйелдердің ауруы болды, истерия деген. Талып қалады жаңағы әйелдер, есін танып қалады. Соны докторға апарады, үйтеді бүйтеді, лечить етеді, бірақ гипнозбен емдейді. Содан кейін Фройд алады да тәжірибе жасайды. Біртіндеп жаңағы сөзбен, жай ғана сөзбен отырып емдеуді бастайды. Сол кезде сөзбен әңгімелесе бастаған кезде жаңағы клиент өзінің балалық шағына қарай оралады. Сол балалық шағындағы өзінің қалып қойған естеліктерін айта бастайды. Сол кезде мына адамдағы симптом бар ғой, жаңағы мысалы айтты, құлап қалады, или болмаса жаңа айтылды ғой, қорқып қалады, бірдеңеден қорқыныш кетпей тұр. Сол кезде жаңағы айтып отырған кезде эмоциялық есінде қалып қойған бір ауыр оқиғалар соған барып тұрып, сол кезде эмоциялар шығады и симптом да кете бастайды сол кезде. Мысалға, бұл өзі бір көрінбейтін нәрсе. Бұл сөзбен емдеу деген өзі көрінбейді өзі. Бірақ біртіндеп адам түсіне бастайды, қайда менің бұрын мен туалетке бара алмайтын едім, запор едім, и вдруг қазір шок кетіп қалды, дәрі ішкен жоқпын, ештеңе істеген жоқпын. Сөзбен емдеу деген сол, дәрі ештеңе ішпей, сөзбен айтып отырып, әңгімелеп отырып, сөзбен емдеу әдісі. Осы Зигмунд Фройдтың жаңағы тапқан үлкен әлемге үлес қосқаны осы сөзбен емдеу әдісі. Ешқандай дәрі-дәрмектің керегі жоқ. Сөзбен жаңа симптомға дейін барады. Бұл ұзақ, неге, почему ұзақ деп айтамыз терапияны? Потому что оны бірден алу мүмкін емес. Ол біртіндеп, жаңа бірінші қарсыласады, жаңағы бейсаналы түрде қарсыласады, барғысы келмейді өткенге. Бұл қарсылық бейсаналы түрде болып жатқан. Өзінің бір терапияның өзінің бір шарттары бар, терапияның өзінің бір ішінде терминдері бар. Бұл кәдімгі күрделі, бірнеше адамдардың жұмыс істеген, Фройд, оның последовательдері бар. Солардың бәрінің жаңағы зерттеп отырып, күрделі ми жұмысын пайдаланып отырып, ашқан теориясы ғой. Осы психоанализ деген. Сондықтан сөзбен, Гүлжан ханым айтып тұрсыз, жай ғана сөзбен, ешқандай лекарствосыз оның несін жараны табуға болады. Қай жерде тығылып жатыр жаңа біздің қазіргі мысалға кейбір ауруларымыз, мысалы паническая атака тоже солай. Оны Назгүл ханым айтып кетті ғой, КПТ-мен емдеуге болады, психоанализ арқылы емдеуге болады. Инструменттер бар, просто мына жерде адамның дайындығы керек, ішкі дайындығы, осыған барам деген психоанализ туралы түсініктер керек. Психоанализ туралы түсінбесе, олар айтады, не айтып отырмын, не істеп отырмын деп олар айтады. Өмірбаянымды айтып отырмын, осы не деп қарсылық білдіруі мүмкін біреулер. Сондықтан бұл өте негізі қалай керек адамға жанды, бұл жанды емдейді, жанмен жұмыс. Мысалы, докторға барсаң, саған лекарство береді, ал психоанализ бағытында жұмыс істеп жүрген қызметкерге барсаңыз, ол жанды емдей бастайды. Жанмен, екі жан бір-бірімен сөйлеседі. Жан деңгейінде. Кім сенің көршің сөйлесе ме, сенің жан деңгейінде, сенің жаның қалай деп? Жоқ. Тек қана психолог маман ғана сенімен жан деңгейінде сөйлеседі. Ауырып жүрсің ба, не болып тұр деген сияқты. Сол. Нұрбол мырза, кешіріңіз, жаңа неңізді оқыдым.
оқыдым, онда айтылды ғой, айттым ғой, эмоцияны қалай жаңа тәуелдіктен арыламыз, ол үшін жаңағыдай өзіме сұрақ қою керекпін, конкретный сұрақтар қою керекпін. Қай желісте отырам, өмірімнің қанша пайызы қаншаға кетіп жатыр, қай жерде мен тоқтап тұрмын, қай жерде мен тоқырап қалып тұрмын қазір. Не нәрсені қолға ала алмай жатырмын. Вот это точка развития, зона точка развития. Но мен қазір қараймын, көп адамдар уже кітапқа қатысып жатыр, киноға қатысып жатыр, терапияға қатысып жүр, уже жұмыс жүріп жатыр. Жұмыс. Менде сол оны негізі кітап оқыған жақсы көремін ғой, хоббиім кітап жинау ғой. Сол телефонға кіріп қалған тик-ток кіріп кетесің да, бір сағат, 2 сағат уақыт кетіп қалады да, болмайтын заттарды көре бергің келеді да. Соны тоқтатып, кітапқа кірісу керек та. Мына ми демалады. Когда сіз бүйтіп чик-чик-чик былай отырасыз ғой, ақасы дәлелдеген. Былай аша бересің ғой, бүйтіп. Сол кезде ми тоже демалады екен. Кітапқа кету керек. Менің сұрағым бар да, Тамара. Иә. Бізде бала кез 17 жас, 20 жастарында әлі күнге шейін менде болды паническая атака. 25-26 жастарда. Қазір бір 2 жыл мен жұмыс қалып қалдым да. Мамам ойын отырып қалдым да, сонда жұмыс таппай бір қорқыныш нелер болды. Нағып осылай жүрмін, нағып жүрмін, ақша таппаймын. Нағып үйленбей жүрмін. Әлі күнге шейін бойдақ болдым да. Сонда болды бір стресс па, паническая атака болды 25-26 жаста. Бірақ содан өзім шықтым да мен. Қой болмайды деп кейін жұмысқа не істеп кіріп кеттім да. Үйде отырып қалдым 2 жылдай. 2 жыл емес, 1,5 жыл, 2 жыл ғой. Как будто көшеде біреу ұрып кететін сияқты қорқыныш не болды да. Бірақ өзім кинодан шығып кеттім. Примерно 25-26 лет қой. Нұрбол мырза, сіз молодецсіз вообще. Вот мына неге келдіңіз, курсқа келдіңіз, психоанализ курсына, да? Ер адамдар терапиядан өтеді. Вот айтып тұрмын, молодецсіз. Біздің клубқа кіріңізші. Клубқа барып, сол совпадение болмай тұр ғой. Понедельник күні Заряның сабағы, среда Бақытжан сабағы, пятница анау, четверг болмаса. Мен сізге бір сұрақ қойын едім, Тамараға. Иә. Бір киноларды көреміз ғой, адам қайтыс болғанда мен өзім ойлайтын да, бала кезінде. Карл Густав Юнг бар ғой, ол тоже неге жақын ғой, мистический неге жақын ғой, Юнгтың. Мен ойлайтын осы адамдар өледі ғой. Өлгенде мен ойлаймын да, адам душасы қайтып туылады деп, кішкентай бала болды. 17, 18, 20 жастарымда американский кинолар көріп, Юнгтың кітабын оқығанда мистическаға жақын ғой, мистическаға жақын. Өйткені греческийді көп оқимын да, философия. Адам қайтып туылып өмірге келеді деп ойлаймын да. Сізден сұрайын ғой, сіздер мамасыз. Ну, давайте. Адам қайтып болса, туыла ма, туылмай ма деп. Душасы тақ кетеді. Вообще негізі, мына сұрағыңыз бар ғой, кішкене темадан бөлектеу, но қазақтың дүние танымында қайта тудым, қайта тудым деген заң бар. То есть, ана бар ғой, реинкарнация дейді ғой. Тудым, қайта тудым. Значит, қазақ неге өлімді қадірлеген, 3 күн бойы жаңа босағада ұстайды, оны тума-туысқаны бәрі шығарып салады, жанын азалайды, 3 күн бойына. Содан кейін барып онымен қоштасады ғой. Неге өлімді қадірлеген? Өйткені білген, өлген аруақ болып қайта оралады. Өзінің шаңырағына қайтып оралады деп айтады. Бұл енді бөлек тема бұл, аха. Бөлек тема бар, мен Юнгтың кітабы тоже неге жақын ғой. Ол да досы ғой, Зигмунд Фрейдтің досы ғой, киносын көремін. Иә. Мистический жақын да. Өйткені греческий кітаптарды көп оқидым да. Содан ғой мен қазір телефон бәле болса, тик-токқа көп тәуелді болып бараттым да, соны тоқтатып кітапқа кету керек та. Зигмунд Фройд кішкене аулақ болған мистикадан. Почему екеуінің жолы айырылып кеткен? Өйткені ол бұл ғылымды таңдаған, ешқандай нақтылыққа ғылым. Юнг кішкене мистикаға кетіп қалды. Содан екеуі былай ажырасты. Ол да мықты, ол да подсознание бәрі мықты, ол да мықты. Иә. Жақсы, бізде уақыт асып кетті, уақыт. Видео сақталады ғой? Видео сақталу керек, иә. Сақталу керек. Жақсы. Жақсы. Айтарыңыз бар ма соңғы? Мен ба? Қосасыз ба? Жоқ, төлейін деген қанда жоқ па? Жақсы болған сияқты осымен, онда. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз.
жақсы сау бол. Аха. Так.